Миғраж әз пайғамбарымыздың басынан өткен ғажайып оқиға. Алла Тағаланың ең таңдаулы пайғамбарына көрсеткен теңдессіз мұғжизасы. Сонымен бірге Мұхаммади үмбетке Миғраждан алар көп деген ғибрат тағы бар. Исра пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Құдысқа жасаған түнгі сапары. Екі қала арасы 40 күнді қашықтық, алайда жаратқанның құдіретімен бір түнде барып қайтады. Құранда бұл оқиға пендесін бір түні оған белгілерімізді көрсету үшін Харам мешітінен біз айналасын мүбәрәк еткен Ақса мешітіне апарған Алла Тағала әртүрлі кемшіліктен пәк. Күмәнсіз ол естуші, білуші деп баяндалады. Айтулы оқиғадан алдын ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам меккеліктерді ұзақ жыл иманға үндеді. Бірақ мұсылмандықты қабылдағандар саны көп емес еді. Қаланың басым жұрты үзілді кесілді қарсылық танытты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа шаһар халқына да имандылық шуағын жеткізбек болып Таифқа бет алды. Алыс жатқан Таифқа табан тоздырып жаяу жетті. Алайда алдын ала хабардар қала жұрты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам алтыннан да қымбат сөзіне құлақ салмады. Керісінше кежегесінен кері кетіп көшенің бұзықтарын айдап салды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қам көңіл болып еліне қайта оралды. Туған елі мен Таиф жұрты оны қуып жатты. Жығылғанға жұдырық деп үйіндегі сүйеніші жұбайы Хадиша мен түздегі арқа сүйер көкесі Абу Талибтің де дәм тұзы таусылып ақыретке аттанды. Осы шақта бейне бір адамдар жатсынып сыртқа теуіп жатқанда 7 қабат көк пен жердің Раббысы оны шақырады. Жерден аспанға иләһи сапарға дайындал. Әлемдер иесі саған бұрын соңды ешбір пайғамбарға бермаған сый құрмет көрсетеді деп тұрғанда еді. Имам Муслимде сахаба Анас ибн Маликтен Миғраж оқиғасы жайлы риуаят бар. Содан бір үзінді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған пыраға келінді. Ол есектен биік, қашырда төмен ақ жануар. Тұяғын көз қиығы жеткен жерге бірақ қоятын жүйрік. Пыраққа мініп Мағдисқа жеттім. Көлігімді байлап мешітке кіріп 2 бас намаз оқыдым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам досы Жәбірейілмен 7 қабат аспанға бет алды. Бірінші қабатта адам ата, екінші аспанында Иса мен Яхия, үшінші қабатта Юсуф, төртті Идрис, бесінші қабатта Харун, алтыншы қабатта Муса, жетінші қабатта Ибрахим пайғамбар қарсылды. Барлығы оған ақ батасын беріп жатты. Пайғамбарлар атасы Ибрахим 7-ші қабаттағы Мағмұр үйіне арқасын сүйеп отыр екен. Бұл аспандағы Қағба еді. Оны күніне 70.000 періште тауап етеді. Миғражда намаз парыз етілді. Бастапқыда әр күні 50 намаз болған еді. Алайда Муса пайғамбар Раббыңа қайта барып жеңілдік сұра. Үмбетің бұл намазды оқуға шамасы жетпейді. Исраил жұртына осылай парыз етіп, мен сыналдым дейді. Бауыры Мусаға құлақ салып, пайғамбарымыз жаратқаннан жеңілдетуді сұрайды. 50-ден 5 намаз алынады. Алайда Муса тағы да жеңілдік сұрауын кеңес етеді. Осылайша әр барған сайын 5 намазға жеңілдетіліп отырды. Соңында күніне 5 уақыт намаз болып, «Уа Мұхаммад, 5 уақыт намаз, әр намазға 10 сауап беріліп, 50 намазға парапар болады. Кімде-кім бір жақсылық істеуді ниет етіп, істей алмаса да сауап жазылады. Ал істейтін болса 10 сауап. Жамандық ойлап, бірақ істемесе еш нәрсе жазылмайды. Істесе бір күнә жазылады» деген пәрмен келеді. Тағылымы мол оқиға. Ендеше біз Миғраж оқиғасынан қандай ғибрат аламыз? Суюти радиаллаху анху осы риуаятқа байланысты бірінші қабатта адам пайғамбардың болуының сыры ол ең алғашқы пайғамбар әрі адамзаттың атасы. Келесі қабатта Исамен кездесуі ол пайғамбарымызға дәуірі ең жақын пайғамбар. Ал үшінші қабатта Юсуфтың болуы Мұхаммед үмбеті
Юсуф пайғамбардай сымбатты болып жәннатқа кіруіне ишарат. Идрис пайғамбардың 4-ші аспанда болуы ол дін жолында ең алғаш соғысқан пайғамбар. Мұсаның бауыры Харун 5-ші. Мұса одан бір қабат биікте. Ең шыңында Ибрахим пайғамбар, ол пайғамбарлар атасы деп жазады. Сонымен бірге Алла елшісіне кездескен әр пайғамбар оны ізгі бауырым деп бір ғана қасиетін айтумен шектеледі. Өйткені ізгілік бар асыл қасиетті бойына қамтиды. Құртуби осы риуаятқа қатысты, намазға қатысты Мұса пайғамбардың кеңес беруінің хикметі неде деген сұраққа былай жауап береді. Өйткені Мұхаммед халқынан кейінгі ең көбі оның үмбеті, әрі оған сүрілген Таурат Құраннан кейінгі ең үлкен кітап. Мұсаның үмбеті басқа халықтардан ауыр намаз жүктеліп, өдесінен шыға алмаған. Оларға ауыр тиген. Сондықтан Мұса біздің үмбетке жанашырлық етеді. Намазыңда миғражда парыз болуының сыры осы болса керек дейді. Миғраж Алла тағаланың шексіз құдіретінің ғажайып көрінісі. Бұл сапарда Алла елшісінің пайғамбармен қауышуы түгел пайғамбардың діннің түбі бір екенін көрсетеді. Ол ислам, бір Аллаға иман ету діні. Сонымен бірге асыл дініміздің тірегі намаздың адам өмірінде қаншалықты маңызды екенін аңғаруға болады.